Біз бір-бірімізге перевод жасаймыз. Каспий голдың бар ма? Үстіп перевод жасаймыз, да? Бірақ бір сұрақ қояйық. Біз ақыреттегі Алланың қалауымен жұмаққа барсақ, сол Алланың бізге беретін үйімізге перевод жасап жатырмыз ба? Соған қаржы аударып жатырмыз ба? Ана дүниеге ақша аударасың ба десе, кейбіреулер ойлап, мына кісі не деп тұр деуі мүмкін. Болмайды ондайды. Болады. Ол дүниеге перевод жасауға болады. Жағдайын жасауға болады. Ол дүниеге сен садақа беріп арқылы. Яғни, өзің тікелей аудара алмайсың ол жаққа, сен мұқтаж арқылы аударасың. Садақаның қабыл болатыны мұқтаждар, сапардағылар, оразалар дейді. Бірақ біздің айтып тұрғанымыз қоғам мәселесі болғандықтан, бұл білім алушылар, тәләбилер. Өйткені неге? Өйткені сол оқып жатқан жаңағы 1000 тәләбиің ертеңгі күні олар жан жаққа шашырайды. Қазақстан түкпір-түкпіріне. Ол кім? Ол шамшырақ. Шамшырақ. Ол неғұрлым жарқын болса, жарық болса, ол неғұрлым қашан жарық болады? Білімді болса. Біз соған егер білім жасайтындай болсақ, сонда ол барады да жаңағы ауылдың бәрін жағады. Сол кезде еліміз жап-жарық болып тұрады. Қара түнек кетеді. Сондықтан осы садақаның түкпірін содан іздеу керек.